Бүгін сіздермен балалық шақты еске түсіретін, сүйсініп жейтін лакомка дайындаймыз. Ыдысымызға сүтімізді, суымызды, тұзымызды, шекерімізді, аштығымызды салып, араластырамыз. Кейін сары майымызды салып, араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды кезек-кезегімен бөліп сала отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын қамырды ыдысымызға салып, көтерілуге жылы жерге жібереміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте керемет шыққан. Көтерілген қамырымызды алып, тұп-тура 11 бөлшекке бөлеміз. Бір бөлігі бізге үгітуге, бетін сәндеуге қажет болады. Сіздер мөлшерін азайтып жасасаңыздар 13-14 дана шығаруға болады. Қамырымызды осылай жайып, видеодағыдай етіп, бүктеп аламыз. Тым қатты шығарып жаймаңыздар. Осылай табаға орналастырып, бетіне көтерілуге 10-15 минутқа жібереміз. Көтерілгенде қамырымыздың бетіне жұмыртқаға кішкене сүт қосып отырып, пешке 30-35 минут шамасында пісіріп алып, бір бөлігін блендердің көмегімен бір лакомканы осылай езіп аламыз. Және де видеодағыдай етіп, кез келген өзіңіздің қалаған креммен осылай сәндеп қоясыздар. Мен кішкене варенкаға қаймақ қоса отырып крем жасап алдым. Және бір бөлігін қайнатпалы крем жасадым. Ол видеодағыда түспеген. Осылай күшті керемет жұмсақ болады. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.